Саламатсыздар ма студенттер? Құндыз бүгінгі топта кім жоқ? Бүгінгі топта барлығы келеді. Жақсы, отырыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түйнек жемістілер. Сабақтың мақсаты түйнек жемістілердің сапасына қойылатын талаптарды білу, түйнек жемістілердің сақтау ерекшеліктерін білу, түйнек жемістілердің химиялық құрамын меңгеру. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй жұмысын пысықтап алайық. Үй жұмысын пысықтау үшін мен барабан әдісін қолданғым келіп тұр. Экранға назар аударыңдар. Үй тапсырмасын сұрау үшін, пысықтау үшін барабан әдісін қолданғым келіп тұр. Қазір мен сұрақтар қоямын, барабанды айландырамын. Қай студент егер тоқтайды, сол студент жауап береді. Бірінші сұрақ. Тамыр жемістілердің түрлерін атаңдар. Экранға назар аударамыз. Елена? Я тамыр жемістілерін? Жемістілерге картоп, сәбіз, қызанақ, Жақсы, кім толықтырады? Кім толықтырады? Мен апай, қызылша, шалқам. Жақсы, отырыңдар. Келесі сұрақ. Тамыр жемістілердің химиялық құрамын атаңдар. Барабанға назар аударамыз. Айдана. Су, көмір су, минералдар және витаминдер. Жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ. Тамыр жемістілердің қалай ұзақ уақытқа сақтауға болады? Тамыр жемістілерді қалай ұзақ уақытқа сақтауға болады? Экранға назар аударамыз. Дана. Жемістерді салқын жерде градусы 0 немесе 2 градусы салқын жерлерде және топырақтың астына көміп істеуге болады. Сөйтіп сақтауға болады, иә? Жақсы, отыр. Яғни осымен үй тапсырмасын қайталап өттік, өте жақсы. Келесі, жаңа сабақтың мазмұнын ашу үшін жіпсі әдісін пайдаланғым келіп тұр. Яғни мәтінмен жұмыс. Жіпсі әдісі мәтінмен жұмыс, яғни жаңа тақырыптың мазмұны жазылған. Қазір осы парақтарды сендерге тарату арқылы жаңа сабақтың мазмұнын ашатын боламыз. Бірінші топтан бастап. Бұл жіпсі әдісінің негізгі мақсаты бір студент оқу арқылы қалған топтағы студенттер, яғни ақпаратты дұрыс, толыққанды қабылдау, есту арқылы қабылдау. Мұқият жақсылап естіп алыңдар, өйткені алдымызда осы тақырып мәтін арқылы тапсырма орындайтын боламыз. Сол тапсырмаларда осы мәтіннің ішінде кездестірген ақпараттарды қолданатын боласыңдар. Бірінші топ бастап оқимыз. Қалғанымыз мұқият тыңдаймыз. Картоп аса бағалы азықтық, жемтік және техникалық өсімдік. Картоптың химиялық құрамы туралы толық ақпарат берілген, иә? Сендерді жақсылап түсініп алып деген ойдамын. Келесі топ. Қалай? Кәдімгі патша өзінің кезінде негізінен түйнектің қабығын зақымдайды да, қабығында жаралар немесе бура дақтар пайда болады. Бұл жерде не айтылған? Картоптың ауруы туралы айтылған, иә? Келесі топ. Қажопан. Картоп сапасына қойылатын талаптар. Азық-түліктік балық картопты ерте және кеш пісетін болып бөлінеді. Ерте пісетін картоп сапасына қарай жай. Бұл мәтінде картоптың сапасына қойылатын талаптар туралы мағлұмат берілген, иә? Келесі топ. Елена. Топинағы жер аумақты. Тамыр жемісті жерге жарайтын түбірі бар.
күнбағыс тұқымдасы, күрделі тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Бірінде қаттың мөлшері көп, топинамбур түйнектер ірі өсірге жапқан, ұзынша цилиндр тәрізді немесе ұшық тәрізді формалы. Сары ақ, қызыл немесе көкөністі, сапа ақ, шырынды тәтті. Топинамбурда 20% өнімден 15-те Күнбағыс шөптесін өсімдік. Отаны орталық Америка. Түйектердің массасы 10 килограммға дейін болады. Оның құрамында 24-28% крахмал және 9% қант, 2 және 4% азотты заттар бар. Студентте қарап отырсаң, біз күнделікті тұрмыста картоп, қызылша, сәбіз деген өнімдерді қолданамыз, иә? Ал енді қазір өздерің жаңа информациямен танысып жатсыңдар, ақпаратпен. Яғни ол қандай? Топинамбур және қандай оқыдың балайым? Батат, иә? Бізге таныс емес. Топинамбур деген жер алмұрды, батат дегеніміз картоптың тәтті сұрпын айтады екенбіз. Олай болса, осы сабақтың, жаңа сабақтың мақсатқа жету үшін тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Экранға назар аударамыз. Дәптерге орындаймыз. Бұл тапсырмада сәйкестендіру керек. Жаңа мәтіннен айтып өттіңдер ғой. Картопқа, ямсқа, бататқа және топинамбурға тән қасиет. Сол бойынша осы кестені сәйкестендіріңдер. Регламент 2 минут. Сол жағында көкөністің атауы тұр, сол жағында сипаттамасы тұр. Мысалы, картопқа тән қасиет. Қайсы ішінде? Соны дұрыс нұсқасын тауып, сәйкестендіріп, дәптерге жазыңдар. Бірінші тапсырманы аяқтаған болса, екінші тапсырмаға өтейік. Экранда алдыларында тұрған QR-кодты сканерлеу арқылы ішіндегі тапсырманы орындаңдар. Телефондарымен сканерлейсіңдер. Бұл тапсырманы да дәптерге орындаймыз. Яғни QR-ның ішінде сұрақтар берілген. Жаңа тақырып бойынша. Бұл тапсырманы орындап болсаңдар, үшінші тапсырмаға өтейік. Алдыларына. Алдарына қарап таратамын. Бұл сұрақтарға назар аударсаңдар, түйек жемістілер және оның химиялық құрамы. Бүгін қандай түйек жемістілер өттік? Соны қандай түйек жемістілер өтіп, қандай түйек жемістілермен танысыңдар, соны тізіп жазасыңдар және оң жағына химиялық құрамын жазыңдар. Регламент 5 минут. Енді осы түйек жемістілер, енді соның өнімдерінің химиялық құрамын жазып шығыңдар. Жақсы. Картоп өттік, иә? Бағана бізге таныс емес батат өттік, топинамбур өттік. Яғни өнімдердің құрамында қанша пайыз су, қанша пайыз витаминдер болады, қанша пайыз қант болады, қанша пайыз крахмал болады. Сол туралы ақпарат беріңдер деп тұр. Жас болсаңдар бұл тапсырманы жинап алайын. Жаңа сабақты бекіту мақсатында тарси әдісін пайдаланамыз. Бұл үшін тарси әдісін өздеріңіз білесіңдер, кішігірім ойын әдісі. Бұл үшін бұл топтық жұмыс болғандықтан сендерді қазір топқа бөлетін боламын. Топқа бөлу үшін Филиппиде әдісін қолданамын әдеттегендей. Бүгін топтағы балалар санын бәрін жаздым және автоматты генераторға саламын. Енді мұқият болып қарап тұрыңдар. Бірінші топ өздеріңнің ат жөндеріңді оқып, бірінші топ бірінші орындыққа отырасыңдар, екінші топ екінші орындыққа,
аттарын жаттап алыңдар. Айдана Мырзалы, Нұрсұлу, Құндыз, Бауырхан, Данияр. Бірінші топқа келеміз. Екінші топқа. Ал студенттер топқа бөлініп болсаңдар, міне өздерінің алдыларында тұрғандай, мынау үшбұрыш фигурация. Бұның ішінде сұрақтар қойылған және бір шетіне дұрыс жауабы берілген. Яғни сұрақтарға дұрыс жауап бере отырып, мына үш бұрыштан бір геометриялық пішін шығу керек. Әрине, егер дұрыс жауап берген болсаңдар. Сондықтан әр топқа таратып берейін. Бұл тапсырмаға регламент 10 минут. Бұл топтық жұмыс. Топпен жұмыла отырып тапсырманы орындаймыз. Регламент 10 минут, 10 минут уақыттарың бар. 10 минут ішінде геометриялық сұрақтарға дұрыс жауап. Топтық жұмыс, топпен ақылдаса отырып, дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамын. Мен сендерге сенемін. Жақсылап, дұрыстап, ойланып. Топ болады, қолдарын көтерсеңдер болады. Жарайсыңдар. Тағы қай топ болды? Дұрыс. Дұрыс. Төртінші топ. Жылдамдатамыз, төртінші топ. Яғни өздерің байқағанда қандай геометриялық пішін құрдыңдар? Яғни үшбұрыш, иә? Сұрақтарға дұрыс жауап беріңдер деген сөз. Егер де дұрыс жауап бермеген болсаңдар, сендердің пішіндерін дұрыс құрамас еді. Сонда да бір тексеру мақсатында экранға назар аударып, құраған пішіндеріңді бір тексеріп өтсеңдер болады. Дұрыс па? Сәйкес келе ма? Сәйкес келген болса, онда жақсы. Қалайдың тобы бірінші бітті, өте жақсы, жарайсыңдар. Бізде топтық бағалау болады. Топпен бағалаймын сендерді. Ашық сұрақтар қою арқылы рефлексия жүргізейін. Сабақта мен үшін ең қызықты ақпарат не болды? Иә, балайын. Сабақта мен үшін ең қызықты болған ақпарат, каталогтың тек қана бір ғана емес, көптеген түрі болатындығы білдім. Сол маған қызық болды. Қызық болды, иә? Келесі тағы кім қосады? Кім қосады? Тағы қандай ақпараттар сендер үшін қызықты болды? Тағы да, қалай? Біз білмеген батат деген менің картоптың түрі бар екенін білдік. Иә, яғни батат деген картоптың тәтті сұрыптарынан жататын картоп, иә? Тағы да Динас? Және мен білгенім жер асты омыртқалар екенін білдім. Оны не деп атайтынбыз? Топинамбур, иә? Жер алмұртын топинамбур деп атайды. Тағы да? Нұрай? Картоптың химиялық құрамын білдім. Жақсы, тағы да? Құндыз? Картоп оңтүстік Америкада бірінші пайда болған және Ресейде 18-ші ғасырда келген. Жақсы, өте жақсы. Келесі сұрақ. Қандай қиындық болды осы сабақ бойынша? Және оны қалай жеңдіңдер? Сендер үшін осы сабақ бойынша қиындық туындады ма? Қиындық болған жоқ па? Бәрі жақсы ма? Жақсы болса, келесі сұрақ. Бұл тақырып маған болашақта не үшін пайдалы болады? Құндыз? Бізде бұл тақырып бізге картоп жайына білдік, картоптың құрамын білдік. Біз болашақта бұмен тамақ жасаймыз. Сол кезде қашан қосу керек, ішінен қандай түрлері бар, соны білдік. Жақсы, өте жақсы. Сабақты қорытындылау үшін сендерден кері байланыс алғым келіп тұр. Осы парақшада өздерің көріп тұрғандай, осы тақырыпқа байланысты білгенмін, білдім және болашақта білгім келеді деген сұрақтарға қысқа жауап беріп кетсеңдер. Өз ойларыңды жазып. Студенттер үй тапсырмасына кенек жемістілердің асханада қолданылу тақырыбына қызықты ақпараттар жинап келу. Бүгінгі бағаларыңды тапсырмаларына қарай, тапсырмаларыңды тексеру арқылы бағалайтын боламын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.